Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі тақырыбымыз шумер өркениеті болады. Және де шумерлердің біздің мынау Қарағандыда Қаражартастағы пирамидамызға, яғни қазір біз шартты түрде Майқы бидің, екінші Майқы бидің, ежелгі Майқы бидің пирамидасына деп отырғанымызға осыған қаншалықты қатысы бар екенін айтамыз. Енді шумерліктер көптеген зерттеулерді біз оқыдық қой. Блаватскаяның еңбектерінде шумерлер туралы көп жазады. Сол шумерлердегі Саргон дегеннің жаңағы тарихы Мұса пайғамбардың тарихымен бірдей. Яғни оны жаңағы шешесі себетке салып, яғни корзинаға ішін жаңағы қарамаймен, смаламен сылап өзенге ағызып жіберді, Мұса пайғамбар сияқты. Бұдан біз нені ұғамыз? Бұдан біз ұғамыз Мұса пайғамбардың тарихи тұлға болғанына ешқандай бізге күмән келтірмейміз, яғни діни мифология болса да, оның жаңағы ғұламалар айтқандай әрбір мифтің түбінде ұлы ақиқат жатады. Және де ол жерде топан суға қатысты, Нұх пайғамбарға қатысты Утнапештим дейді, Будда дінінде, үндарилердің діндеріндегі жаңағы кейіпкерлер Ваясвата дейді. Олардың бәрінің тарихы сол Нұх пайғамбардың тарихы. Барлық діни мифологияда айтылған топан судың түбі бір, ол біздің жаңағы Жерихта болған топан су. Блаватский айтқандай, потоп был локальным только на территории Центральной Азии. Және де діни кітаптардағы айтылған оқиғалардың бәрі де біздің Орта Азия, Орталық Азияда болған. Енді олар кеткен, өздерінің артта қалған ауылдарын, елдерін Дилмун дейді екен. Бұл Дилмунде ешқашан кәрілік келмейді екен, адам өлімі болмайды екен, өте бақытты өмір сүрген деп айтады. Және де олар міне тауды үш қиян ретінде, мынау шумерлердің алфавитінде гара дегенді кур дейді. Кур қыр ғой сол. Міне көрдіңіздер ме? Үш қиян ретінде шумерлер белгілі. Яғни бұлардың бізден кеткен белгілі. Және де жаңағы олардың Инанна деген құдай ана, ол біздің Умай анамыз, оның жаңағы жатырын үш бұрышпен белгілеп қойған. Яғни сол Умай ана дегеніміз сол, ол да сайып келгенде Жерұйықтың атынан аталған десе болады. Енді бұл жерде майя деген сөзді кездеседі. Жалпы енді мынау америкалық үндістердегі майя өркениетінің пирамидасымен біздің айтып отырған пирамида Майқы дегеніміз, Майқұба деген жер атауына қатысты. Өздеріңіз көріп отырсыздар, түбірі бір сөз екен. Яғни Ян патшаның есімін теріс айтқаннан болған. Сол Ян патшаны Асура Майя деп те айтады. Ас-ор Майя, яғни Ян құдайдың оры деп, ортау деген. Солай деп біз аударып отырмыз. Енді олар басқаша Асур деген құдай, Майя деген жаңа кісінің аты дейді. Ян патшаның аты ғой. Сол жерде жаңа жұлдызшы болған екен, Асура Майя. Ол да сол жаңа батыстағы священный остров дейді, белый остров дейді, батыстағы Ақ-аралда, қасиетті аралда өмір сүрген дейді. Енді шумерлердің атауына келетін болсақ, міне үш қиян, бұлардың енді бір атауы, сол біздің мына Еспертегі сияқты міне ғалымдар, Мәлік Еспертегі Ерғали Нүсіпұлы, бұлар енді зерттеген ғой. Физиктер, доктор дәрежесінде ғалымдар. Бұлардың енді бір атауының оқылуы Киенгир дейді. Кенгір, Өскеменнің тарихи Қытай деректеріндегі атауы Кенгір тұра екенін білесіздер. Кенгір дегеніміз, Хонгорой дегеніміз, бәрі де Кангар Фердаусида айтылған, яғни Канхавараның деген сөзден қысқартылған, Кангар деген сөздің бір нұсқасы бар, Кенгір дегеніміз. Осыған қатысты шумерліктерді қаңлы деп айтып жүрген зерттеушілер бар. Негізі олар қателеспейді, оларда арба болған. Ал енді олардың қазба жұмыстарында шумерлерде шана, қыста тебетін шананың табылғаны, шананың жаңа мүсіндері, сурет нелер қыш тақшайшадан табылған ғой. Оны біз бұлар
осы біздің жерұйықта жүргенде не болмаса мұз дәуіріне дейін жерұйықтың айналасында жүргеннің бірден бір дәлел олар қысты көрген. Енді ол жақта екі өзен аралығында Ефрат пен жаңағы Тигр өзені, Месопотамия екі өзен аралығында ешқандай да қыс болмайды ғой, бірақ олар сол қысты көрген. Сондықтан анау Авестада айтылғандай мұз дәуірі келе жатқанда Ахура Мазда Құдайдан Ям патша уақи алады да жан жақтан адамдардың бәрін жаңағы сол жерге жинайды. Құран кәрімде де Ескендір Зұлқарнай батысқа да барады дейді, шығысқа да барады дейді. Елдің бәрін, иман жүзді халықтарды сол жерге жинайды. Міне енді Азғырт дедік, Азғырт. Азғырт дегеніміз Құдайдың қаласы, Азғырат деп біз айтып отырмыз. Осымен қатар балық аш дегенде балық ас, яғни астың қаласы. Ас Құдайдың қаласы. Екеуі де Құдайдың, яғни мен айтарым патша Құдайдың, адам Құдайдың қаласы деп түсінемін. Манас дегенімізде Құдай адам деген сөз. Алпамыс дегеніміз алып ямыш, ол да сол біздің Ям патшаның атауы дедік. Енді Сумер атауына келсек, Сумерді Шумер дейді, оны біз мынадан түсінеміз. Өткенде айтқанда Симеон Йохайды еврейлер Шимон дейді, яғни С дыбысы сол Арабия, Израиль, Палестина жаққа, Мысыр жаққа барғанда С дыбысы Ш-ға айланып кетеді. Яғни біздің Сумер деген сөзден Шумер сөзі пайда болған. Ал Сумер сөзі Жақфар тарихында айтылады. Сумер тауы дейді, сол біздің жерұйықта айтылады, жаңағы Ферғана аңғарын. Және де Мадай қаражырында Сумер өлім дейді. Мәңгі Сумер деген сөз ол бар. Және де Қазақстан мифологиясында арнайы кітап бастап шыққан біздің ғалымдар осы жаңа дәуірімізде. Сонда Умай ананың Сумер тауында тұратыны, сүт көлінің жағасында отыратыны, және де мынау құс жолының сол Умай анамыздың сүтінен болатыны айтылған. Яғни орыстар Половецкая млечная дорога дейді, яғни қыпшақтардың сүт жолы дегеніміз сол Умай анамызға Сумер тауына қатысты, яғни біздің жерұйыққа қатысты айтылған. Бұл жерұйықтың атауы бастапқы нұсқасы біздіңше Жұмер. Содан Шумер, Сумер болып кеткен десе болады. Саргонды айттық. Ал енді сол мына айшбертегілер зерттегенде Дон өзенінің шығыс жағында Азғырт болған дейді. Сол Азғырт шығыс жақ Азия жағы, яғни сол орталық Азиядағы біздің Ферғана аңғары жерұйығымыз болады, үш бұрышты, үш қиян. Міне Алматыда үш қиян музейі салынып бітті. Енді бұйыртса март айында мені сол музейдің ашылуына шақырып отыр. Міне үш қиянымыз, міне шумерліктер үш қиян ретінде тау. Олардың түсінігі тау дегеніміз тек қана үш қиян болған. Енді оларда да мынау Қаражартастағы сияқты сатылы пирамида бар. Пирамиданы айттық қой, бар ямада, не болмаса пір ямада деген сөзден пирамида сөзі пайда болған дедік. Сондықтан пирамида сөзінің мағынасын ешкім нақты айта алмайды. Ал енді сатылы пирамиданы шумерліктер зиккурат деп атаған екен. Ол біздің жік қырат деген сөзден болса керек. Яғни жік. Ал бас кезінде жеті баспалдақтан тұрған дейді, жеті сатыдан, жеті жіктен. Жік-жігімен деген сөз бар ғой қазақта. Көрдіңіз, зиккурат деп енді ол Европаша ғалымдар ананы жаңағы солардың жазуларын аударғанда айтқан ғой, зиккурат, жік қырат деген біздің сөз болса керек деп отырмыз. Яғни олардың түсінігінде сол таудың басына шығып ғибадат ететін болған. Яғни пирамида дегеніміз ол сол қасиетті таудың осы күнге дейін періштелер келіп отырады деген Сүлеймен таудың ескерткіштері болады. Ал енді Мысырдың пирамидасы үш бұрыш қалпында жасалған, ол енді сол жалпы жерұйықтың ескерткіші деп біз айтқан едік. Көрдіңіздер ме? Зиккурат дегеніміз жыққұрат болады. Яғни артта қалған Дилмун деген елде жаңағы сол Сүлеймен тау қалды ғой енді. Қасиетті, иман жүзді халықтар тұратын, ешқашан кәрілік келмейтін, бақытсыздық болмайтын өте бір жұмақ дәурен дүние өздерінің елдерін. Олар соның кейін келіп топан судан кейін сол жаққа келіп қалған
болса керек деп отырмыз. Сондықтан олардың естерінде қалған. Және де со мына Библиядағы, кейін мына Шәкәрім қажының айтқандағы жаңа қан қарындастық неке, яғни алдыңғы ұлдар кейінгі қыздарды алған деп отыр ғой. Сол оқиғаларда шумерлерде бар жаңағы қан қарындастық неке бар. Яғни бұл заман Мұса пайғамбардың заманынан ертеректе болған деп отырамыз. Өйткені кейбіреулер айтады ғой, Мұса пайғамбар қан қарындастықты тоқтатты, өлім жазасына кесетін. Жоқ, ол Мұса пайғамбар емес, ол Алладан үкім түскен. Мұса пайғамбарға каменный скрижали дейді, ол жазуларды Алладан түскен. Алланың өзі жазып берген деп айтылады. Енді ол Алланың өзі жазып берген жоқ, түскенді тасқа жазып отырған. Содан белгілі бір адамзаттың дамуының белгілі бір дәуреніне келгенде, мезгіліне Алладан үкім түсіп, қан қарындастықты тоқтатқан. Көрдіңіздер ме? Міне, қазақтың 7 атасы осының бәрі өткенде 7-ге қатысты бәрін айтып берді. 7 саны қайдан шықты, 7 ата қайдан шықты, 7 желбек қайдан шықты, бәрін айттық. Міне, ол яғни мына шумерлердің заманы Мұса пайғамбардың заманынан кейін болған. Бірақ Саргон деген жаңа Агаде дейді, ол Агадай деген сөз ғой, жаңа оны айттық. Народ его был светлолик деп Мадай Қараның елін айтады. Белый гун Ефталиті деп айтқан оларды. Ефталит деген апта елі, хапта елі деген сөз. Апта дегеніміз үнділіктер сапта дейді, ол сол 7 деген сөз. Менің ойымша қаптауы 7-нің синоним болған. Қаптауынан апта, хапта, сапта сөзі пайда болды. Қаптауы өткенде айтқанда 7 бөліктен тұрады. Міне, енді олардың нән құрсақ деген жер ананың атауы, Құдайдың, ана Құдайдың атауы біздің нин құрсақ дейді, ол біздің нән құрсақ болады. Енкі деген күйеуі болған дейді, ол да Құдай. Ол енді ен кір деген сөз, ол жаңағы еркектің мүшесінің, жыныс мүшесінің атауы болса керек. Және де біз қазір Блаватскаяның жазғандарын қайтадан оқып жатыр, мына пирамидаға қатысты. Енді Мұратбек Асанұлы айтып отыр, Қоғалы деген жер оған түсті деп, сол жерден біз бәрін тауып отырмыз. Ал Блаватскаяның еңбектерінде Ян патшаны Маха Қоған деп айтқан екен. Көрдіңіздер ме? Майқы Қоғалы, майқы Қоған болу әбден мүмкін. Және де оны Ява Алейм деп айтқан. Алейм, им деген сөзі бұл жерде бар. Ява деп, яма дегенді бұл әрпі қосылып кетіп, яма дегеніміз ява болып кету әбден мүмкін. Енді мынау неде Фейсбукта біреу 7-ге қатысты бір үнем пікір, орысша пікір жазып өтін біреудікін салып жіберді төрелер. Жетіген деп, жетіген қазақтың атауы жетіген болған. Жете деген қазақтың бір атауы. Жете емес, жеті ғой, жеті деп нелері бар. Мен жетіген дегеніміз едігенің енді ноғай тілінде жұмсарып айтылады ғой. Бұл жетікен деген сөз. Кен дегеніміз кентіп тартып, ол да жерұйықтың атауы. 7 бөліктен тұрады, оны біз айттық. Яғни Жиделі байсын 7 ел деп айтылады. Яғни Жиделі байсын жерұйық деп айтылады. Жиделі дегеніміз 7 ел деген сөз. Народ семейчisi, ол тек қана біздің аталарымыз болады. Яғни еди сан елім деп жаңағы ноғайлардың айтқанда, 7 сан елім, народ семейчisi, сол біздің аталарымыз болады. Сондықтан мынау 7 деген сөз дұрыс емес, 7 деген сөз ғой. 7 деген сөз, сол 7 ел, жетіген, Ефталит, народ семейчisi діни кітаптарда олардың бәрі біздердің тікелей аталарымыз екені анық. Міне, құрметті ағайын, шумер туралы міне осындай біз жаңалықтарды айтып отырмыз. Үш қиянды олар жақсы білген, Авестадағы айтылған бақыт елді жақсы білген. Ал енді біз анау қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар атты кітабымызда, және де мынау жерұйық кітабының, Земля обетованная кітабының 2-ші басылымында да айттық. Мына Бюфон деген европалық ғұламаның айтқаны бар. Каспий теңізінің шығысында төтенше бақытты ел тұрған. Мұқым білім, мұқым ілім соларға түскен дейді. Сондықтан ол Ағарал дейді, сокровенный священный остров дейді, сыновья Бога дейді. Яғни народ связанный с богами деген Махабхаратаға сөзді мына Блаватская өзінің тайный доктрин еңбегінде
сыновья Бога из священного острова дейді. Бірақ та ол кісі айтады, сол құдайлармен енді нұрдан жаралған, енді адай нұрдан жаралған ғой Ханбибі анамыз жаңағы. Содан басталады ғой қазақтың тарихы негізінде, иә. Көкөдай киіз тұрлықты халықтардың атасы деп те айтады. Міне сол жерде ең басты жаңағы мәселе сол ана нұрдан жаралғандардан мына қара магия жіберетіндер де болды дейді, және күллі пайғамбарлар солардан тарады дейді. Көрдіңіздер ме? Олай болса күллі пайғамбар арийлерден тарады, өйткені ол жерұйық деген Авестада айтылған арийлердің қамалы болады. Ал енді Иранға бұлардың ешқандай да қатысы жоқ. Бұл Тұран, тіпті мынау бұқаға табанған ел болған, бұқаны құдай санап кеткен. Тіпті мына шумерлердің жаңағы қыш тақтайшаларындағы суреттерді көрсеңіздер, әйелі де еркегі де бастарына бұқаның мүйізін киіп алған. Көрдіңіз, бұқаға табыну өте мықты болған. Мысырлықтар да соған табанған, бұқаны құдай санап кеткен. Көрдіңіздер ме? Яғни бұл сол жердегілерден колдун, яғни қара магия мен айланысатындар да, және пайғамбарлар да, Мұсалардың, Исалардың бәрі сол жерден шыққан деп Блаватский өте дұрыс айтады. Ол яғни көріпкел, көреген, сәуегөй дегендеріміз бекер адамдар емес. Алайда олардың жартысы осы күндерде бар, иә. Бақшы құшнаштар жаңағы, ана жерден аян алдық, мына жерден аян алдық деп құлақтарына шайтан сыбырлайтындар өздерін көріпкел айтып жүр. Ал енді Құран кәрімде дәлел тұр. Жын сүресінде кәдімгі айтады. Жындардың салиқалы жыны да болады, салиқасыз жындары да болады. Сол Блаватский айтқаның колдун, черный магия дегендерің сол салиқасыз жындары болады. Міне мәселе. Құран, Аллах мінсіз Құран уақи Мұхаммед оның елшісі деп біз үнемі айтамыз. Бәрі ақиқат сол Құран кәрімде кәдімгідей жазылған. Пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам да солардың сыновья Бога из Белого острова, ақ аралдағы құдайдың ұлдарының ұрпақтары болады. Ең басты ұрпақтары машайық аталған 99 мың жаңағы машайығы бар қазақ халқы болатынын біз айттық. Міне құрметті ағайын, шумер дегеніміз осы болады, және оның жаңағы шумерліктердің бір өркениет екені, бір жаңағы Бюфон айтқан бір ғана өркениетті ел, өте жоғары деңгейдегі өркениет, сол жерұйықтағы ел болады. Оның ішінде қазіргі кезде сол жерде мына ішкіліктер отыр. Біз мынау Бақытжан Рәшті бекер Қырғызға жөнелткен жоқпыз. Ішкіліктермен кездесті, ол көптеген деректер алып келді. Яғни екі президент ішкіліктерден болған, біреу әлім болған, аттарын атамай ақ қой, біреу Жағалбайды болған. Көрдіңіз, мықты оппозиционер, ол да Жағалбайдыдан болған. Көрдіңіздер ме? Олар сол жақта оның бәрі қалып қалған. Сондықтан тағы да біз айтармыз, енді мынау Абат пен Тоған батыр қайтыс болғаннан едіге Ахмет Айсамен бірге барып сол ішкіліктерді құтқарады. Оны да бұйыртса айтармыз. Ол жердегі жаудың аты ит қалмақ болады. Бірақ сол ит қалмақтардың аттары есімдер Ханғожа, Сұлтанғали деген біздің тілден, яғни мына қалмақтар сияқты Себет Рабдан, Қалдан Серен деген сияқты емес, біздің тілде болған, бірақ олар ит қалмақ аталған. Көрдіңіздер ме? Енді ит қалмақ дегенді орысша айтқанда дурак не поймет, умный промолчит. Оны келесі баяндамаларымызда айтып беретін боламыз. Мына айтуды ұмытып кеттік. Анау кітаптардан қарап жүрміз ғой, енді қазір зерттеп жатырмыз. Жалпы сіздер мысалы әлеуметтік желіден ешқандай ондай дерек таба алмайсыз. Мына Гоби шөлін Шамо деген атауы болған екен ертеде. Кітапта кәдімгідей жазды. Шамо деген, мен қытайлар шал дегенді шыло деп айтады, шат дегенді шато деп айтады, оны айттық. Сол сияқты шам дегенді шамо дейді. Яғни шамбала осы жерде деген әңгіме айтылған ол жерде. Көрдіңіздер ме? Ол да жаңа ауып барғаннан кейін бастапқы шамды құрметіне сол Зайсан өңірі Гоби шөлі, Гоби деген біздің Құба не болмаса қап деген сөздің бұрмаланып кеткен деп біз алдында айтқанбыз. Бұл жерде енді неше түрлі мифтер болады екен. Моңғолдардың да мифтері бар,
Уйгурлардын да мифтери бар бул Гоби чөлүнө катышты. Сондуктан жаңағы Шамбала Зайсанда деп жүргөн ол жаңсак пикир болады. Ол тек қана мынау Маңғыстауга ауып баргандыктан, Кара Жартасқа ауып баргандыктан, анау Америкадагы Пасх аралына ауып баргандыктан, кезинде анау Үндістандагы үч кыянды салып сол жакка баргандыктан, мына шумерлердин жаңа ан жакка барып жаңа элдерин осы жердин атауын берип, жаңа Шумер деген мисалы. Көрдүңүздөрмү? Осылай гана несі бар. Алайда егер нұрдың ауып кеткенін ескеретін болсақ, бұл Гоби шөлінің үстінде үлкен нұр болса керек, және де Блаватскаяның айтқанда оның астында алтынмен апталған қала қалған дейді. Қала қалған дейді. Ол енді құм көшті ме, жауып кетті ме, не болмаса ол жерде бұрын теңіз болған дейді, теңіздің түбі дейді, бұны ғалымдар айтады. Ол енді зерттелуін талап етіп жатыр. Алайда ешкім ештеңке, тіпті самолетпен де ұшып, вертолетпен де ұшып зерттеген ешкім мандытып еш нәрсе ол жерден таба қойған жоқ ілбаларды. Алайда Шам қаласы деп, сондықтан бір нұсқа болған, наймандардың Шамбалық қаласы осы тұста болса керек деген нұсқа болған енді. Көрдіңіздер ме? Бұл тек қана жобалар, алайда басты нұрдың қарабайыры біздің Жереу екенін білесіздер. Қаңқасы қалған. Тағы да жаңағы Шыңғысханның осы Шамояны Гоби шөлінде жерленуі әбден мүмкін онда. Ендеше өйткені Шыңғысханның Шамбалада жерленгені еш күмән келтірмейді. Мен шыңғыс танушы ретінде, моңғол танушы ретінде бұл деректер менің қолымда бар. Жазғанымызда, айтқанымызда оны үлкен ғалымдардың бәрі біледі. Ол тек қана өзін Шамбалаға қоюды өсиет еткен. Алайда бұрынғы қаңқасы қалған Шамбала ма, нақты Шамбала, не болмаса кейін аталған Шамбала ма, алайда Мұратбек Асанұлына құмнан іздеу керек деген хабар түскен екен. Соған қарағанда осы Гоби шөлінде мүмкін Шыңғысхан жерленген бе деп мен ойлаймын. Бұл енді әрине әлі де зерттелетін мәселе.